таң намазын оқып болғаннан кейін сол отырған бойынша тұрып кетпей тұрып 10 рет ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва ла кулли шайин қадир деп оқса, Алла тағала оған 4 нәрсе береді деді. Бірінші, сол дұғаны оқыған адамның 10 есе дәрежесін көтеріп қояды деді. Екінші, оған 10 жақсылық береді деді. Яғни амал дәптеріне 10 жақсылық жазылып қояды деді. Үшінші, 10 жамандығын өшіреді деді. Яғни 10 күнәсін өшіреді деді. Төртінші, Алланың қорғанында болады деді. Демек, таңертең оқыды ма, сол дұғаны сол күн батқанға дейін, яғни сол күні Алла тағала әрбір жамандықтан сақтап тұрады. Демек, оған бір пәлекеттер, жамандықтар оған еш тәсір етпейді. Ал енді ақшам намазын оқып болғаннан кейін дәл осылай 10 рет ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва ла кулли шайин қадир деп оқса, шын ықыласпен әрине. Онда ол адамды Алла тағала таң атқанға дейін әрбір пәлекеттерден, жамандықтан Алла тағала сақтап тұрады деген. Демек, сол адам Алланың қорғанында болады дейді, таң атқанға дейін.